басшы төраға депутаттар мен соттарды өзінің қарамағындағы адам деп түсіну еніп кетті. Әлемде келер ұрпақты ойлайтын мемлекет қайраткерлері тапшы болып тұр. Күн тәртібіндегі әңгімелермен шектеліп қалғандықтан да біздің сынымыз орынды болатын шығар. Құрылтайдың не айырмашылығы бар? Құрылтай негізінен ұзақ мерзімді. Біз білмейтін жаңа күштер пайда болған ба, баяғы ағымдар тыныштықта жатып күшейген бе? Қазір кейбір радикалдық ұстанымдағылар, фундаменталистер білім мен ғылымды имандылыққа қарсы қояды. Құн салығының мөлшерін көбейту, жеке кәсіпкерлік айналымының шегін азайту, әрине бұл халыққа, бизнеске ұнамаған шешім болды. Сын өте көп. Ірі алпауыт компаниялар қазірге дейін бір жағынан жер қойнауын алып соның қызығын көрсе, екінші жағынан түрлі жеңілдіктер алып, мысалы 100 миллиардқа жеңілдіктер алады. 23 жылдан бастап мектеп деңгейіндегі ұрлық қарлық тым көбейіп кетті. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы, мен Абай Сейфулла, каналға жазылып бізбен бірге болыңыз. Бүгін біз Көкшетауда Бурабайда өткен ұлттық құрылтай төңірегінде сөйлесеміз. Қонаққа белгілі саясаткер, мемлекеттік қызмет хабы басқару комитетінің төрағасы, ұлттық құрылтайдың мүшесі Әлихан Байменовті шақырдық. Әлихан аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Араға бірер жыл салып, тағы да сұхбаттасудың реті келіп отыр. Бұл жолы енді бір тақырыптың төңірегінен алыстамай сөйлесеміз ғой деп ойлаймын. Бірақ ол да біраз мәселелерді қамтиды. Себебі ұлттық құрылтайда елдегі идеологияны да, экономиканы да қазір қозғап жүр. Сол себепті нақты сұрақтар қоямыз ғой деп ойлаймын. Осымен 4-ші рет ұлттық құрылтайды өткізіп отырмыз. 9 заңдық тұрғыда ұсынысымыз бекіп, нақты шешімдер қабылданды деп ұлттық құрылтайды ұйымдастырушы жігіттер, мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин айтып жатыр. Сын да бар, түсінбеушілік те әлі де бар. Себебі тура сол ұсыныстарды, тура сол айтылған әңгімелерді мәжілісте көтерсе, жолдауда көтеріп жатса, онда қайталаушы кеңесші орган бізге не үшін керек деген сауалдарды жиі азаматтар жазып жатыр. Мысалы үшін жолдаумен тең ұсыныстар, сондай салмақты әңгімелер айтылды дейді. Онда ұлттық құрылтай қандай функцияны атқарып жатыр деген сұраққа бірінші жауап беруіміз керек шығар. Қайырлы күн. Сіздің негізі сұрағыңыздың өзінде осы бір жағынан біздің саяси жүйеге диагноз да тұр, екінші жағынан жауаптың кілті де тұр. Диагноз дейтінім, сіз мәжілісте айтылса тағы бір кеңесші орган неге керек дедіңіз. Ал шын мәнінде мәжіліс кеңесші емес, мәжіліс өкілетті және заң шығарушы орган. Бірақ 95 жылғы конституциядан кейін мәжілістің құзыреті азайып, жалпы парламентаризм семіп, 22 жылға дейін оның өзіне лайықты орны болған жоқ. Сондықтан шын мәнінде көпшілікте ол жай кеңесші орган ретінде қабылданған шығар. Оның үстіне сол 95 жылдан кейін бір бізде парадокс болды. Атқарушы билік әдетте вертикалды басқару, бір басшыға бағыну жүйесімен жұмыс жасайды. Ал бізде сол өкілетті билікте, сот билігі де сол атқарушы биліктің басқару тәсілдерін көшірді 95 жылдан бастап. Яғни мәжіліс пен маслихаттарда да, сот жүйесінде де басшы төраға ол депутаттар мен соттарды өзінің қарамағындағы адам деп түсіну еніп кетті. Міне сол 22 жылдан бастап қана қазір өзгеріп келеді. Ал неге кілті жатыр дегенде, кейбір адамдар құрылтайды атына байланысты баяғы тікелей хан заманындағы құрылтаймен салыстырғысы келеді. Иә, сөзсіз құрылтайдың бастапқы пайда болуында да, атауы да біздің ежелгі дәстүрден туындап тұр. Бірақ мемлекеттік басқару жүйесі қазір өзгерген. Хан заманы емес. Жаңағы алдында айтқан парламент ол уақытта болған жоқ. Қазір парламент бар. Ендеше бір жағынан парламенттің ағымдық заң шығару және өкілетті орган ретінде
күнделікті өткір мәселелерді атқарушы билік алдына қою миссиясын ешкім тартып алмау керек. Ол өзі соны дамытып, өзінің орнын, лайықты орнын алу керек. Екінші жағынан, бізде сол 95-тен бері саяси партиялар әлі саясаттың субъектісіне айналмай отыр. Мәжілісті әлі саясаттың толыққанды субъектісіне айналмай отыр. Бірте-бірте ол дамып келе жатқанымен. Бұл өз көрінісін, мысалы, қарасаңыз, әлі күнге дейін партиялар, президент міне соңғы өзгерістерден бері еш партияның мүшесі емес, бірақ партиялардың басшыларының өзі, билік партияларының өкілдерінің өзі кейде президенттің тапсырмасымен деп бастайды. Ол мүмкін біздің мәдениетке де байланысты шығар, екінші жағынан мүмкін солай деп айтқанда заң тез қабылданып, шешім тез жүзеге асырылатын шығар. Бірақ дегенмен бұл субъектіліктің де әлі болса да қалыптаспай келе жатқан көрінеді. Ал енді осының бәрін ескере келгенде құрылтайдың не айырмашылығы бар? Құрылтай негізінен ұзақ мерзімді, келер ұрпаққа әсер ететін құндылықтар қалыптастыру, жүйе қалыптастыру төңірегінде әңгіме өрбітеді. Бір сөз бар. Саясаткер келер сайлауды ойлайды, мемлекет қайраткері келер ұрпақты ойлайды. Өкінішке қарай, қазір жалпы ол әлемде қазіргі үлкен шиеленіс пен дағдарыстардың бір себебі әлемде келер ұрпақты ойлайтын мемлекет қайраткерлері тапшы болып тұр. Келер сайлауды ғана, өзінің жақын арадағы мүддесін ғана ойлайтын адамдар шешім қабылдаушылардың ішінде көп. Оның салдарын тек сол бір мемлекеттер емес, қазіргі жаһандануға байланысты, мемлекеттердің бір-біріне ықпалына байланысты барлық әлем сезіп отыр. Сол себептен де менің өзімнің түсінуімде құрылтай бұл ұзақ мерзімді құндылықтар арқылы ұлттың әлеуетін көтеріп, ұлттың әлемдік бәсекелестікке қабілетін арттыруға үлес қосатын, дұрыс айтасыз, кеңесші орган. Құрылтайда айтылғандарды жүзеге асыратын президенттің пәрменімен, ол әр қарай тапсырмалар арқылы, тікелей жарлық арқылы бола ма, үкімет қаулысы, не заң арқылы олар өз көрінісін табады. Ал жұрттың көңілінде күмән туындауы да ол заңды. Бір жағынан жалпы азаматтық қоғамның бір ерекшелігі, ол кез келген шешімдерге сыни көзқараспен қарайды. Мен өзім бір ұстанымым бар, оны өзіңе бұрында айтқам. Жетістікті көрмеу соқырлық болса, кемшілікті көрмеу жаны ашымағандық деп. Сондықтан осы тұрғыдан алғанда сын пікірге де шыдамды болу керек. Менің өзімді де осы бірінші құрылтай басталарда мемлекеттік кеңесші кездесуге шақырып, сол жерде ұсыныс айтқанда, мен де көңілімде басында күмән болған. Бұл қандай миссиясы бар деп. Содан әңгімелесе келе, расында да ұзақ мерзімді басымдықтарға назар аударатын сендірді ма сізді осындай орган. Жоқ, сендіргенде ол менің өзімнің бірге пікір алмасып отырып, және де шынын айту керек, сол құрылтай басталмай тұрып, сол әңгіменің үстінде мен бірінші ұсынысымды айттым. Себебі сол әңгімеде ол жылына 2 рет жиналатын шығарымыз дегенде, мен сонда бірденнен айттым. Егер ол құрылтай болса, президент жанындағы алқалы үлкен бүкіл халықтың өкілдерін жинайтын болса, жылына 2 рет деген ол жиі болатын шығар. Себебі бұл келелі әңгіме болу керек. Оны қорытып, келесі отырысқа дейін оның нәтижелерін шығару керек деп айтқанмын. Сондықтан осы 4 отырыста бұл кез келген алқалы жиын, алқалы ұйым, ол өз жұмысында жетіле түседі. Мен кешегі 4-ші отырыста құрылтайдың құрылым ретінде де, ұйым ретінде де, кеңесші орган ретінде де жұмысының жетіліп келе жатқанына көзім жетті. Бұл
мәжілісті қайталамайтын, басқа ешқандай органмен салыстыруға келмейтін біздің дәстүрімізбен қазіргі заманауи талапты ұштастыратын ерекше ұйым. Дегенмен де ұзақ мерзімді жоспарлар айтылады дейсіз. Мәжілістің өкілдері бар, ол жерде қоғамның өкілдері бар. Кей ұсыныстарына қарап отырсаңыз, дәл сол мәжілістің төрінен үкіметке жолданатын сауалдың деңгейінде дәл қазір бір қаулымен, не болмаса заңдағы бір нормаларды өзгертумен шешетін мәселелер. Онда қай жері оның ұзақ мерзім дейміз ғой? Мысалы үшін кеше Еділжан біршіне дубляжды монополист компанияның иеленуі, не болмаса қазіргі мәдени ошақтардың ремонтының дұрыс болмауы деген сияқты, ол үкіметтің қаулысымен бюджеттегі қандай да бір өзгерістермен шешетін мәселе. Көбісі осы бір күн тәртібіндегі әңгімелермен шектеліп қалғандықтан да біздің сынымыз орынды болатын шығар. Қазақ айтады ғой, көш жүре түзеледі деп. Сөзсіз құрылтайдың дайындығы мен оның ұйымдастыру мәселелерінде әлі де ескерілетін жайттар аз емес. Сіз жаңаға айтқан ол пікірі сірә жаңа секциялар деп аталатын бөлімінде айтылса керек. Бұл тұрғыда менің ойымша бірте-бірте сол құрылтай мүшелерінің өзі де осы жалқы мәселелерден ұзақ мерзімді құндылықтарға әсер ететін жақтарын ашып үйренеді. Олар да тәжірибе жинақтайды. Екіншіден, менің ойымша құрылтайдың секцияларының құрылтайға және құрылтайдың басшысы президентке көмегі мен ықпалы және пайдасы көбірек болу үшін жаңағы секцияларды атқарушы билік өкілдері емес, құрылтай мүшелері жүргізу керек. Құрылтай мүшелері өздері жүргізіп, керісінше атқарушы билік өкілдерін шақырып, құрылтай мүшелерімен пікір таластырып, сол жерден президент деңгейіне дейін шешілетін сұрақтарды анықтап, оларды үлкен мәжіліске шығармай, өзі сол деңгейде қалдырып, ал басқа айтылған секциядағы бүкіл ұсыныстарды қорытып, сол құрылтай мүшесі шығару керек. Кеше мысалы солай деп секциялардың атынан сөйледі, бірақ секцияларды үйлестіруген, жүргізген әзірше атқарушы билік өкілдері болды. Менің ойымша бұл да келесі құрылтайда мүмкін ескерілер. Тоқаев әрине өз сөзінде идеологияны да, экономиканы да айтуға тырысқан, тыңдап отырып байқайтынымыз әдеп, мораль туралы сөз көп болды. Мына мәселелерге шектеу қою керек, мынаны тоқтату керек, мынаған жол беруге болмайды деген сияқты тіркестерді өзім теріп отырып қызық ретінде қарап көрдім. Көп пе аз ба енді нақты білмеймін. Кей азаматтар осыған қарап айтады, президент бізге қалай өмір сүру керектігін үйрететін тұлға ма деп. Бірақ бір шетінен ойлайсың, жалпы мемлекет басшысы моральдық көшбасшы болуы керек пе? Мысалы үшін алдында сындар болып жетті, насыбай атпаңдар деген сияқты, не болмаса осылай жүріп тұрыңдар, мынау әдепке жатады, мынау жатпайды деген сияқты. Өзіңіз саясаткер ретінде бұндай жағдайларға қандай баға бересіз? Біріншіден, ізгілік, тазалық, адалдық, еңбекқорлық, білімпаздыққа үндеу және оған келер ұрпақты баулу, тәрбиелеу, ол кез келген ересек адамның, аға буынның парызы. Ата-ананың да, ұстаздардың да, кез келген басшының да парызы. Кез келген басшы, мысалы, біздің мемлекеттік қызметті алсақ, кез келген басшы өзі қарамағындағыларға, азаматтарға құрметпен қарап, олардың уақытын, еңбегін бағалап, өзі тазалық пен адалдықтың үлгісін көрсетсе, ол сөзсіз сол ұжымға әсер етеді. Егер ата-анасы дұрыс айтып отырса, ол өзінің балаларына, келер ұрпаққа әсер етеді. Сол секілді ол мемлекет басшысы алға қарай қоғамымыз жүру үшін, ұлтымыз даму үшін, мемлекет нығаю үшін қандай құндылықтар маңызды деген сұрақ төңірегінде де ой бөліскені табиғи. Және бұл тек Қазақстанға тән емес. Қайта мен айтар едім, керісінше біздің стратегиялық құжаттарымызда осы сұрақ әлі де толық өз орнын таппаған.
бұл біздің стратегиялық құжаттарға да кіру керек, үкіметтің стратегиясына да, министрліктердің стратегиясына да кіру керек. Оны айтып отырған себебім, біз кейде өзіміз арамызда мысалы үлгі қылып қарайтын қоғамдық дискурста тамсанып біреулер соны айтатын, мысалы Сингапур, Малайзия, Біріккен Араб Әмірлігі, Мексика секілді елдерді қарасаң, солардың мемлекеттік стратегияларында белгілі бір бағыт, ол адами құндылықтарға арналған. Қоғам қалай болу керек, азамат қандай болу керек, адам қандай болу керек. Кеше ғана мен осы 4 араб мемлекетінде сапарда болдым. Сонда Сауд Арабиясында да, оларда 20-30 деген бағдарлама 17 жыл қабылданған. Сонда да бір бағыт тұтасынан тек қана осы адам мен қоғамның келбетіне арналған. Ал әсіресе бұл кезінде бодандықта болған отарсыздандыру үдерісі қоғамдық сананың әлі жүріп отырған мемлекеттер үшін өзекті. Тіпті сонау 47 жылғы тәуелсіздігін алған Индияның қазіргі үкіметінің стратегиялық жоспарын қарасаң, соның ішінде қоғамдық сананы отарсыздандыру деген бағыт бар. Яғни, сіз жаңағы айтып жатсыз, мысалы, насыбай шекпеу, білесіз, Сингапурда егер көшеде сағызды тастасаңыз айыппұл салады дегенді тамсанып үлгі қылып айтатын адам, біздің үкімет сондай бастама көтерсе сынайтын болады. Бізде кейде мынау кезінде 17 ғасырда Францияда пайда болған фронда деген ұғым орыс тіліне франдерство деп енді. Кейде біз әйтеуір бір есімде, бізде сол кезеңнен қалған әсерде болуы мүмкін. Кеңес дәуірінде біздің ауылдағы бір апай импорттың иті де жақсы деп айтушы еді. Сондай-ақ сол секілді бізде кейде өзіміздің жетістіктерімізді толық түсінбеу, әлдегі бір болып жатқан құбылыстарды түсінбей, жоғары деңгейде, жалаң деңгейде ғана қабылдап, Нильс Бор кезінде айтқан ғой, ақиқаттың тереңі бар, саязы бар деп. Терең ақиқат, саяз ақиқатқа қарсы жалған болу мүмкін, ал терең ақиқатқа балама тағы бір терең ақиқат болады деп. Сонда бізде кейде бір тараған шетелдегі ақпараттарды мен өз WhatsApp-тан да алып жатам. Өзімнің қатарластарым да соны таратып жатады. Мен сосын айтам, мынау мысалы, Жапонияда 10 мың мемлекеттік қызметші бар екен. Британия совет үкіметіндегі білім жүйесіне ауысып жатыр екен деген фейктер. Оны тролльдердің фабрикасы кезінде арнайы таратқан болуы мүмкін. Соны біздікілер таратып жатады. Ал ең жаңағы жақын арадағы мысал, Джеффри Сакс деген шын мәнінде ғұлама, экономист, саясаттанушы да мықты сөйлейді. Сол Европадағы сөзін барлығы таратып жатыр. Соның ішінде оның көзқарасына қайшы пікірдегілер де таратып жатыр. Мен айттым сосын, мен қатар азаматқа, сіз дұрыс таратып жатсыз, бірақ қараңызшы, оның уәждерінің ішінде жалпы біз секілді орта не шағын ұлттардың орны жоқ секілді. Өзінің тағдырын анықтауда, өз пікірін анықтауда. Олар тек қана жаңағы 2-3 үлкен мемлекет өзара келісіп, Украин болсын, ол ар жағы Украиннан басқа мемлекет болсын, олар солардың айтқанымен ғана жүретін жүйе, аналардың қауіпсіздігі ғана қамтамасыз етілу керек, ал кішкентай халықтар ол пікірі болмау керек дегенге саятын. Соны мен айтам ғой, неге тараттыңыз десем, біз енді ол жағын толық тыңдаған жоқпыз ғой, анандай бір пікірмен жіберген екен, мен жіберіп жатырмын дейді. Мен айтам, міне, бізде осы жағынан өзіміздің ауылдастың ауыз сасық деп айтқандай, сол өзімізден шыққан жақсы бастамаларды, егер ол шын мәнінде жақсы болса, қолдау керек. Жаңағы айтқан жетістікті көрмеу соқырлық, кемшілікті көрмеу жаны ашымағандық деген, жаны ашып сын айтып тұрып, бірақ жетістік болса, соны қолдап көтеру керек. Мен кеше қазақ әдебиетіндегі интервьюімде де айттым. Кристалина Георгиева деген
халықаралық қаржы қорының басшысы осы бір ай бұрын Давоста Европа мен ақш-тың айырмашылығын айтып келіп, ақш неге сондай өне бойы алда келе жатыр дегенді айтты. Бір жағынан бұл біздің мәдениетімізге де байланысты, өзімізді бағалауымызға байланысты. Ол дейді, Европада қазір дейді, менің елімде дейді, өзі Болгария ғой, бір жаңалық біреу ашып жатса, ой жаман емес қой деп айтады дейді. Ал тура сондайды ақш-тың баласы ойлап тауышса, ақш-тағы ата-анасы да, көршілері де, елі де, мынау не деген ғажап, мынау бүкіл әлемді өзгертетін жаңалық қой деп оған жігерлендіре түседі дейді. Міне бізде ұлтымызда да осындай қасиет, қабілет қажет. Комплекстерімізден әлі арыла алмай жатырмыз дегенді айтқыңыз келіп отыр ғой. Жаңа идеологияны Тоқаев айтты деп жатырмыз, соны түйіндеуіміз керек шығар. Әдеп, мораль, жүріп тұру, оның ішінде енді діни ұстанымға байланысты айтып жүр. Бірнеше рет тоқталған, тіпті діни жат ағымдарға күресті күшейтуіміз керек деп. Бұған дейін мың көтерілген мәселе десем қателеспеймін. Талай айттық, ұлттық қауіпсіздік комитеті де, мүфтият та оны білет, қандай ағымдар бар, қайсысы қаншау, не істеп жатыр. Әлде Тоқаев қайта тоқтайтындай біз білмейтін жаңа күштер пайда болған ба? Баяғы ағымдар тыныштықта жатып күшейген бе? Әлде дәл қазір бір үлкен қауіп төндіретін жағдайға келді ме? Енді сіз діннен хабары бар адамсыз, көріп біліп жүрген. Неге бұл мәселе көп айтылып жатыр деп ойлайсыз өзіңіз Тоқаевтың тарапынан? Бұның бір себебі дін ғасырлар бойы қалыптасқан, соңғы бір 2-3 мың жылдың ішінде адамзаттың болмысына, адамзаттың құндылықтарына, әдет ғұрыпқа, заңға әсер еткен ерекше феномен. Мысалы, дамыған елдер деп айтып жатады ғой, батыс елдерінің. Олардың бүгінгі заңдарында кезіндегі христиан дінінің этикасы өз көрінісін тапқан. Ол орта ғасырларда тапқан, одан бері қарай тапқан, кейін ол мысалы тіпті олардың адамдары оны діннің бір көрінісі деп есептемеуі мүмкін, бірақ қағидалы түрде ол кезінде енген. Соның бір мысалын келтірейін. 1962 жылы Римде католик әлемі дін басыларының үлкен форумы болды. Соны мына институционалды экономистер зерттеп, сол форумның шешімін айтады. Сол 1962 жылғы форумның бірнеше шешімдері католик әлемінің экономикасын дамытуға ықпал етеді. Ол қандай шешім? Оған дейін көптеген дін басылар сол католик елдерінде еңбек деген ол жаратушының қарғысы, жаза, байлық деген ол ұят нәрсе, ол күнә. Сонымен қатар кедейлік арқылы әулиелікке жақындау болады деген ұстанымдарды өз уағыздарында жиі айтқан екен. Соған 1962 жылы әлемдік католиктің жиналысы оған өзгерту енгізеді. Сіздер ары қарай олай деп айтпаңыздар. Еңбек ол жасампаздық. Еңбек те жаратушыға қызмет жасаудың жолы. Адал еңбекпен келген байлыққа қысылатын ештеңе жоқ. Ал кедей егер еңбектену мүмкіндігі бар болып тұрса, ол еңбектен қашса, ондай кедейлік дұрыс емес деп. Міне біздің дін исламда да осындай ұстанымдар бар. Мен бір рет өзіңе де айтқан болармын. Мысалы Қытайға барғанда, Қытайдың Чжанчжоу қаласындағы теңіз музейінде кіреберісінде жазылып тұр. Білімнің көзі Қытайда болса, Қытайға барып үйрен. Бұл Мұхаммед саллаллаху алейхиссалам пайғамбарымыздың сөзі. Бірақ осы сөзді біздің дін басыларымыз уағыздарында көп айта ма? Екіншіден, хадистерде бар. Пайғамбар алейхиссалам біреуге көмектесіп басында отбасына күнделікті табысы болу үшін тиын тебен беріп, ағаш беріп, екінші күні қолына балта береді, балға береді. Міне ана жердегі бұтақтардан отын жинап, соны апарып сатсаң,
саған табыс болады. Яғни еңбек арқылы сен отбасың күнкөрісін қамтамасыз етесің деп. Менің ойымша, қазір бұл бір табиғи үдерістің біз куәсі болып отырмыз. Ол тәуелсіздіктен кейін, анау бір ғасырдан астам уақыт біздің дін исламға көрсеткен қысым, біздің руханиятымызға көрсеткен қысымға наразылық ретінде, және қайтадан біз өзіміздің руханиятымыздың өзегі дінімізбен, мәдениетіміздің өзегі тілімізбен қайтадан қауышқандай болып, қайтадан жаңғыртқан ұмтылып, жастар қазір, көптеген жастар жұма намаздарға барады, салауатты өмір салтын ұстануда, онда да діннің әсері бар. Яғни діннің жасампаз әлеуеті жоғары. Бірақ егер кейбіреулер өне бойы тек құлшылықпен о дүниеге ұмтылуды, о дүниенің қызығын айтса, онда бұл дүниедегі біздің ұлтымыздың биікке көтерілуін кім қамтамасыз етеді? Бұл дүниеде, бұл өмірде біздің ұлтымыздың әлемдік деңгейге ғылымы, білімі көтерілуін кім қамтамасыз етеді? Егер сіз қарап отырсаңыз, біздің аймақ қай уақытта әлемде ең жоғары биікке көтерілді? Кімдерді біз айтамыз? Осы бүкіл тарихымызды алсақ, әлемге белгілі тұлғалар деп кімді айтамыз? Ең бірінші Әл-Фарабиді айтамыз, Ұлықбекті айтамыз, Жүсіп Баласағұнды айтамыз, Бируниді, Хорезмиді айтамыз. Олар әлемдік деңгейде өркениеттің дамуына ықпал жасаған тұлғалар болды. Сол заман немен ерекшеленді? Ол заманда Ұлы Жібек жолы болды. Біз әлемге ашық болдық. Екінші жағынан біз имандылықтан ауытқыған жоқпыз. Үшінші жағынан білім мен ғылымға қажырлы еңбекке ұмтылдық. Міне жаңағы тұлғалар осының бәрін ұштастырған адамдар. Ал қазір кейбір радикалдық ұстанымдағылар, фундаменталистер білім мен ғылымды имандылыққа қарсы қояды. Ал жаңағы біздің ұлы бабаларымыздың үлгісі оның олай емес екенін көрсетіп тұр. Кеше мен Сауд Арабиясына барғанда, мемлекеттік басқару академиясын басшысымен кездесіп, одан соң ол соны аралатты. Сөйтіп, мынау үлкен дәрісхана Әл-Фарабидің атында деді. Мен қуанып кеттім. Сонан соң мен айттым, ал Ибн Халдунның атында бар ма деп? Ол иә, біздің ең бірінші үлкен орталығымыз Ибн Халдунның атында деді. Неге мен оны сұрадым? Әл-Фарабидің біз атын білеміз. Осы біздің бабамыз. Осы бүкіл тарихымызды алғанда ең әлемге белгілі бабамыз ол Абу Насыр Әл-Фараби. Осы біздің жерімізде туған. Ал Ибн Халдун Адам Смитке, Давид Рикардоға, кейбір Кейнске дейін, мысалы, мынау Кейнс 20 ғасырдағы адамы, аналардан, Адам Смиттен 3 ғасыр бұрын сол ашқан заңдылықтарды айтып кеткен. Өзі Тунистердің адамы. Ол Әл-Фарабилерді оқыған. Ол біздің Баласағұнды оқыған. Мұны қараңызшы, ортақ әрі өркениеттік кеңістік болған. Сол себептен де дін ол ғасырлар бойы қалыптасқан тәрбие құралы да, қоғамдық құндылықтарға ықпал ету құралы да, және ол өте сезімтал. Ана ақш-та кезінде 70-ші жылдары мұнай тапшылығы болғанда, олар бір жаңа жүйе енгізді, өте ғажап жүйе. Мысалы, Астанадан Қосшыға баратын болсаң, сен сол жақ жолақпен тез жүргің келсе, көлігіңде кем дегенде 2 адам болу керек деп. Жалғыз отырсаң, сен тез жүретін жолмен жүре алмайсың. Сол арқылы олар жанар жағармайды үнемдетті ғой. Сонда адамдар өздері ұйымдасып аялдамалар жасады. Сонда бірнеше заң болған. Соның ішінде біреуі жүргізуші адам таңдай алмайды, кім бірінші тұр соны мінгізеді. Екіншіден, көліктің ішінде 2 тақырыпта сөйлесуге болмайды. Біреуі жыныстық қарым-қатынас, екіншісі дін туралы. Себебі ол дін, ол сенің сенімің.
ол сен иланғансың. Сондықтан да ол өте нәзік дүние. Ендеше оны уағыздайтын адамдардың дайындығы да жоғары болу керек. Біздің имамдарымыз, біздің молдаларымыз өз уағыздарында Әл-Фарабиді, Әл-Бируниді, Хорезмиді, Ұлықбекті, Ибн Халдунды үлгі ретінде келтіру керек. Міне біздің ең жарық жұлдыздарымыз, біздің шамшырақтарымыз, олар жүрегінде иман болды, ал көздері ашық, көкірегі ояу болды. Олар әлемдегі ең жоғары биіктерге ғылым мен білімде жетті. Ал рухани еңбектің ең жоғарғысы ол қажырлы еңбек, руханияттың ең биігі қажырлы еңбек деп. Міне осы насихаттар болса, біздің жастардың, біздің қоғамның қазіргі табиғи ұмтылысын, оны қазір ораза кезінде де көріп жүрміз, осыны жасампаздық бағытта елдің өз игілігіне, ұлттың өз игілігіне айналдыруға болады. Сондықтан да президент міне бұл осы жаңағы ұзақ мерзімді, ол бүгінгі заңмен ғана шешілетін дүние емес, бүгінгі парламент пен үкіметтің ғана қарайтын дүниесі емес, ол ұзақ мерзімді құндылықтар. Міне осы екі мысалдың өзі құрылтайда көтерілетін мәселе екенін анық көрсетіп тұр. Нақты қазір күресіңдер, ағымдар көбейіп кетті дегенге келтіріп тұр ғой. Енді бертінге қазір бүгінімізге оралсақ, бірақ атын айтпайды да, мына ағым бар, мынау салафизм, мыналар көбейді, мынау тәңіршілдер, міне. Ол атын айтып түсін түстейтін ол мамандардың ісі. Мен қазір байқаймын, кейбір мамандар осы бағытта, мен ана кейде мысалы Асқар Сабдинді тыңдап қоям, кейде ана біздің Нұрлан имамды бір ұштастырып дін мен дәстүрді айтып жатады. Анау Асқар Сабдин мысалы Құран кәрімнің негізгі қағидаларын қарапайым сөзбен түсіндіруге тырысады. Муфтият қазір бабалар жолымен дін және дәстүр деген бағыттарда еңбектеніп жатыр. Мен соған байланысты ұсындым. Енді дін және білім, дін және ғылым, дін және еңбек деген осындай шығармалар, жаңа нұсқаулықтар біздің имамдар мен молдаларға таратылу керек деп. Сондықтан да ол барлығымыз бірге атқаратын жұмыс. Айтпесем, жәннаттағы хор қыздарын айта беру қазір жасампаздыққа алып келмейді деген мәселе ғой. Әрине. Оны мен жаңа тағы да қайталап айтамын. Бір рет өзіңізге де айтқанмын. Норвегияда конституциясында евангелие христиан ілімі сол жазылған мемлекеттік дін болып. Сонда сол норвегиялық жігіт айтады маған. Бізде дейді, төменгі сыныпта дін үйрете бастағанда бірденнен айтады дейді. Жұмаққа барудың жолы еңбекте деп. Жоғарғы сыныпқа барғанда айтады дейді. Еңбектенген адам, бірақ ол көрсе қызарлықпен, мал шашпақпен айналысса, оның жұмаққа баруы қиындайды дейді. Көрдіңіз бе, қалай діни тәрбиені жасампаздықпен ұштастырып жатыр. Осыған келу керек екеніне мен де келсем. Экономика жағына қарай кішкене ойыссақ, енді жыл басталғалы жыр болған ол бізде салық реформасы еді. Тоқаев оны да айтуға мәжбүр болды. Ұлттық құрылтайда қазір үкімет деңгейінде қозғалып жатса да, НДС-тің қосылған құн салығының мөлшерін көбейту, жеке кәсіпкерлік айналымының шегін азайту, әрине бұл халыққа, бизнеске ұнамаған шешім болды. Сын өте көп, бірақ президент керісінше біз бизнесті қысып жатқан жоқпыз, қолдауды күшейтудеміз деген нарративтерге көше бастады. Ұлттық құрылтайда дәл осылай деді. Сіз осылардың қайсысына келсесіз? Негізі құрылтайдағы ең басында айтып кеткені, шолып өткені осы еді. Біз бизнесті қысып жатырмыз ба, әлде Тоқаевтың өзі жеткізіп жатқандай қолдауды күшейтіп жатырмыз ба? Бұл жерде бірнеше жайтты атап кеткен маңызды. Бірінші, бизнес үшін не маңызды? Тіпті оның ана пайызын алып тастағанның өзінде бизнес үшін біріншіден салық жүйесінің алдында барлығының тең болуы маңызды. Яғни біреуге түрлі желеумен артықшылықтарды бермей, барлығы тең жағдайда жұмыс жасаса, ал артықшылықтар жария берілсе. Осы маңызды. Осы тұрғыдан алғанда, менің ойымша, жалпы тек қана жаңа қосымша құн салығы емес, жалпы салық кодексін қайтадан бір електен өткізіп, қайта қарап шығу өте қажет. Себебі осы жылдар арасында қабылданғаннан бері
оған түрлі жолдармен түрлі өзгерістер енгізді. Сіз өзіңіз білесіз, қасіретті қаңтарға дейін үлкен алпауыттардың ықпалы шешім қабылдауға зор болды. Парламентке де, үкіметке де. Олар өзіне қажет шешімдерді де қабылдатып алды. Олар жеңілдіктер алып алды. Мен айтайын, мысалы, кейбір ірі алпауыт компаниялар қазірге дейін бір жағынан жер қойнауын алып соның қызығын көріп жүрсе, екінші жағынан түрлі жеңілдіктер алып, мысалы 100 миллиардқа жеңілдіктер алады. Сосын 1 миллиардқа бір жерге бір сарай салады, тағы бірдеңе жасайды да жарылқап тастағандай көрінеді. Ендеше, менің ойымша, осы салық кодексін қайта қарап, жаңасын қабылдадан кейінгі қажет бір қадам бар. Ол өте маңызды қадам. Ол маңызды қадам. Менің ойымша, мынандай деп, сол күшіне енгізу туралы заң болады ғой. Мысалы, салық кодексі қабылданады, сосын оны күшіне енгізу туралы заң болады. Сол заңға мынандай бап жазылу керек. Осы кодекс күшіне енгеннен бастап 6 ай бойы бұрынғы кодекспен берілген барлық жеңілдіктер күшін жояды. Жаңа жеңілдіктерге ие болғысы келген, не болмаса бұрынғысын қайтадан алғысы келгендер осы 6 айдың ішінде салық жүйесіне келіп тіркеліп, қайтадан үкіметтің рұқсатын алу керек деп. Себебі менің ойымша қазір нақты қанша жеңілдік бар екенін ешкім әлі толық білмейді. Мамандардың сараптауынша бізде жылына 10 триллион теңгеге жуық жеңілдіктермен пайдаланады. Салықтық, тарифтік, түрлі кедендік жеңілдіктер. Міне осыларға бір аудит керек. Және жаңағы айтқандай, жаңа салық жүйесі қабылданғаннан соң, кодекс қабылданғаннан соң, өтпелі кезең жариялап, сол өтпелі кезеңде барлық жеңілдіктер уақытша жойылады деп, жаңадан жеңілдіктерді дәлелдесін. Енді олар алатын болса, кезінде олар түрлі жолдармен алып алды ғой. Мен оны білетінім 97 жылы біз бір рет осылай талаптанып көрдік. Мен үкімет аппаратын басқарғанда, сонда біз топ құрып, қандай жеңілдіктер бар екен. Сонда бір тіпті сорақы жағдайларға көзіміз жетті. Үкіметтің кеңсесінде түбірткесі қалмайған, бірақ анау аудандық облыстық салық инспекцияларында сақталған шешімдер де бар екен. Олар оны басшылыққа алып жүзеге асырып отыр, ал үкіметте оның өз шешімі сақталмай қалған. Міне, сондықтан да бұл жерде түрлі құйтырқы әрекеттер де болуы мүмкін. Жалпы салық кодексін жаңғыртып, қайта қабылдап, сол арқылы соны пайдалана отырып, бүкіл берілген жеңілдіктер, преференцияларға ревизия жүргізу, бұл барлық кәсіпкерлерге көрсетілген үлкен қолдау болар еді. Содан соң барлығының заң алдында теңдігін қамтамасыз ету керек. Бірдей болу керек. Жеңілдік берілсе, ол жария берілу керек. Жалпы бизнес пен бюджеттің арасында қарым-қатынас жария болу керек. Біз бұл туралы алдыңғы халықаралық тәжірибені тиісті органдарға бердік те. Мысалы, Словенияда арнайы портал бар. Ол порталда, мысалы, заңды тұлғалардың кез келген деңгейдегі бюджетпен қарым-қатынасы ашық жазылады. Мысалы, кім инвестиция алды, кім өзіне қосымша бір құн салығына, басқа салыққа жеңілдік алды, кімнің преференциясы бар, осының барлығы ашық болады. Сонда халық та біледі. Егер мысалы біреу айтып жатса, мынауны өзгерту керек деп, ол өзі жеңілдік алып отыр ма, жоқ па? Сондықтан да бұл оң құбылыс, ал енді оның нақты жаңағы қосымша құн салығының қай деңгейде болу керек жөнінде ондағы уәждерді құрылтайда Жақсыбек Күлекеев тәптіштеп айтып берді. Шынында да біз мынау енді қазір Евразиялық кеңістікте болғандықтан, ол кеңістіктегі товарлардың, қызметтердің, жұмыс күшінің еркін жүруіне байланысты, сода біздің бизнес ұтылмау жағын ойластыруымыз керек. Және қосымша құн салығын қайтару жүйесі де бар ғой. Оны да біз ойластыруымыз керек. Қалай жүзеге асу керек. Түбегейлі келгенде бұл салық арқылы белгілі бір тепе-теңдік қамтамасыз ету керек. Бір жағынан салықтан жиналған қаржы
елді дамуға бағытталған бизнес, жеке бизнес ақшасын жұмсауға мүдделі болмайтын салалар. Мысалы, кешегі президент айтқан Астанадан жаңағы Ырғыз арқылы Каспий жағына шығатын жол. Оны ешқандай жеке бизнес егер бюджет қаржыландырмаса, ол істеуге, өйткені оның қайтарымы ұзақ мерзім, жаңағы ұзақ мерзімді басымдық дегеннен шығады. Екінші жағынан бизнестің ынта жігері, мүддесі сақталу керек, ары қарай дамытуға деген. Сол арқылы ол жұмыс орындарын ашады, сол арқылы халықтың қажетін өтейді. Ал үшінші жағынан салық жүйесі де, әлеуметтік қорғау жүйесі де ол мұқтаж адамдардың бірте-бірте азаюын, яғни экономиканың өсу арқылы, жұмыс орындарының ашу арқылы, жария табыс көзі молаю арқылы, оның өзі мемлекеттің көмегіне мұқтаж болмайтын адамдардың үлесін көбейтуге бағытталған. Осының барлығы салық кодексі арқылы шешіледі. Сондықтан да салық кодексінің тағы бұл жолғы ұтымдысы алдын ала талқылануда. Мына бизнесте талқылауға қатысуда, қоғамдық ұйымдарда қатысуда, бірақ бұл жерде тағы біздің бір мәселе көрініс тауып қалды. Ол бизнесті біріктіріп отырған атамекен қандай ұйым? Ол сауда палатасы ма, жоқ әлде жұмыс берушілердің ұйымы ма? Ол бұндай ұйымдар бар жерде ол бөлінген екеуі. Өйткені сауда палатасының мүддесі бір бөлек. Олар шетелдегі саудаға, сыртқа экспорттауға, соған байланысты бизнеске көмектесуге ұмтылады. Ал жұмыс берушілер ұйымы кәсіподақпен, үкіметпен қарым-қатынаста жалақы, жұмысты, еңбекті қорғау жүйелері туралы осыны талқылайды. Бізде бұл үшбұрыш әлі дұрыс жұмыс жасамай отыр. Байқасаңыз, кәсіподақтың үні шықпай тұр қазір. Ал жұмыс берушілердің ұйымы да қазір дүбәра болып тұр. Міне осы салық кодексін талдау бұны да көрсетті. Енді сіз осы үшбұрыш жаңағы кәсіподақ, еңбек деген мәселені ұлттық құрылтай қолдауда болған кезде де жеткізген жоқ па едіңіз? Еңбекті алға шығару, кәсіподақтың рөлін күшейту деген сияқты сол бір ұсыныстар қалай көрініс тауып жатыр қазір? Дұрыс еске салып отырсыз. Сол ең бірінші отырысында мен сөз сөйлеп, бірнеше бағытта ұсыныстар айттым. Соның көңілге шүкіршілік дейтінім, мысалы, сол жолы мен еңбек күнін лайықты атап өтіп, еңбек адамына дұрыс баға беріліп, оның құрметтелуі туралы мәселені көтерген едім. Сол ұсынысты құрылтайдың төрағасы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы дұрыс бағалап, міне байқап отырсаңыз, 2 жылға айналды. Қазір еңбек күні де өз деңгейінде атап өтіле бастады. Оған дейін мынандай жағдайда болған. Соның алдында мен бір жиынға қатысып, 120-дай адам отыр. Еңбек күніне 10-15 ғана, 2 аптадай ғана қалған. Сол 120 адам, олар мамандар, және адам ресурстарымен істейтін мамандар. Солардан сұрадым, Қазақстанда қашан еңбек күні атап өтіледі деп. Ешқайсысы білмеді. Тіпті сол жерде отырған еңбек министрлігінің өкілі, бұл 2 жыл бұрын осыдан болды. Еңбек министрлігінің өкілі, ол да білмейтін болып шықты. Ол бір жексенбі, ол бір жұманы айтты, өйткені жиналыс болады екен өздерінде. Соны мен кейін президентке де айттым, осындай да жағдай болып жатыр деп. Сондықтан да бұл еңбек адамының мәртебесін көтеру, ол міне жаңағы ұзақ мерзімді өзінің жемісін беретін іс. Себебі еңбек біріншіден лайықты бағалану керек. Яғни жалақы жүйесі әділетті болу керек. Бұл әділетті Қазақстан ұстанымының ажырамас бір бөлігіне айналуға тиіс. Ол үшін де жаңағы айтқан үшбұрыш керек. Жаңағы кәсіподақ, жұмыс беруші және үкімет. Себебі үкімет, мысалы, жекеменшік кәсіпорындарға жалақыны иесі, жұмыс беруші анықтайды. Бірақ үкімет ең төменгі жалақыны анықтайды. Бұнда міне бір нәрсені атап кету керек. Соңғы 2-3 жылда төменгі жалақының деңгейі 2 еседей көтерілді. Бұл да өзінің оң әсерін тигізеді бірте-бірте. Екінші жағынан кәсіподақ
үшеуі отырғанда, мысалы кәсіподақ келісім шартта, салалық келісім шартта, ұжымдық келісім шартта осыны анықтауды бір тақырып қылып қояды. Осындай хақы бар. Солай күшею керек олар. Мысалы, кәсіпорында ең жоғары жалақы мен ең төменгі жалақының ара салмағы қаншадан аспау керек. Осыны бекітіп қойса. Шетелдіктердің жалақысы мен қазақстандықтардың жалақысында қандай айырмашылық болуы мүмкін. Осыларды бекітсе, сонда кәсіподақтың нақты іспен айналысып, олардың ықпалы да артады. Екінші жағынан бізде әлеуметтік шиеленістердің алдын алуға болады. Міне сол себептен де кәсіподақты күшейту керек, ал жұмыс берушілердің ұйымын анықтау керек ол. Не ұйым бізде қазір барады? Атамекен негізі трансформацияға ұшырау керек. Ондай әңгіме көп болды, бірақ Атамекеннің басшылығы ауысты, бірақ жұмыс істеп жатыр. Кәсіподақ федерациясы бар, Атамекен де бар. Нақты қайсы қандай функцияны алу керек деген мәселе күн тәртібінде тұр ғой деп ойлаймын. Жаңа салық туралы айтқан кезде, мынау әртүрлі жер қойнауын пайдаланушы компанияларға берілетін жеңілдіктерді қозғадыңыз. Осыны да сіз айтыпсыз, ұлттық құрылтайдың ұлытаудағы отырысында. Референдум арқылы жер мен жер қойнауы иесі халық екені бекітілді. Ол түсінікті. Енді жер қойнауын пайдаланушылардың контрактілерін міндеттейтін заң қажет деп қарап отырсақ, бұл шаруа іске аспай жатыр. Кім қазір біздің жер қойнауын пайдаланып, қандай жеңілдіктермен және бізге қанша пайыз қалдырып жатыр деген мәселелер ғой, әсіресе мұнай, газ, өзге де пайдалы қазбаларға келген кезде. Жер қойнауын пайдаланудың жариялылығын қамтамасыз ететін негізі халықаралық бастама бар. Ол халықаралық ұйымға айналған. 2007 жылы Қазақстан соған қосылды. Бірақ дегенмен мәселе тек жер қойнауын пайдалану ғана емес, бізде екі деңгейде келісім шарттар болды. Біреуі жер қойнауын пайдалану, екіншісі кезінде сол тау-кен саласындағы жер қойнауын алатын кәсіпорындарға қатысты жекешелендіру де болды. Менің ойымша, бізге қазір осы жекешелендіру контрактілеріне де назар аудару керек. Мысалы, менің ойым айтады, 90 жылдардың ортасында сол көп жекешелендіру болған кезде, ірі біздің алпауыт кәсіпорындар біреулерге берілген кезде, олар қандай міндеттемелер алды? Әлеуметтік сала бойынша, жұмысшылардың жалақысы бойынша. Сол өздері негізгі қызығын көріп отырған кен орнының жанындағы қалаларға байланысты. Мен өзім мысалы Жезқазғанды айта аламын. Қазақмыз. Ол сол жердің байлығының қызығын көріп отыр. Ал кейін бірте-бірте олар коммуналдық жүйені қалаға өткізді. Ол да дұрыс шығар. Ал бірақ сол өткізгенде қазіргі қала облыс басшылығы жекешелендіру кезіндегі контрактілерді қол жеткізіп көре алады ма? Оларда қандай міндеттемелер алды екен, соны саралай алады ма? Міне мәселе осында жатыр. Сондықтан да бұл тиісті министрліктердің де, жергілікті әкімдіктердің де белсенділігін қажет етеді. Ендеше осыдан туындайтын тағы бір мәселе бар. Ол біздің жаңағы жер қойнауын игерген үлкен алпауыттарға да байланысты. Ол біздің самұрық қазына жүйесіне кіретін квазимемлекеттік деп аталатын. Сол кәсіпорындардағы директорлар кеңесінің қандай жауапкершілігі бар? Мысалы, сол кәсіпорындардың бәрінде ұлттық компанияларда мемлекеттің атынан дауыс беретін директорлар кеңесінің мүшелері бар. Соны халық біледі ме? Олардың жауапкершілігі заңмен бекітілген бе? Бұл істе бізде бір үлкен заңмен өзгертетін жер бар. Бізде осы күнге дейін ұлттық компаниялардың барлық негізгі жұмысы ол самұрық қазына туралы, қор туралы заң және азаматтық кодекспен реттеледі. Ал азаматтық кодекс бойынша 100% акционерлік қоғам мемлекеттік болса да, оның мүлкі жеке меншік болып есептеледі. Міне осыны ескере келе түрлі модельдері бар елдер. Мысалы, біз Германияны қарадық, Францияны қарадық, ақш-ты қарадық. Үшеуінде мемлекеттің үлесі 3 түрлі. Бірақ үшеуінде де мемлекет қарайтын кәсіпорындар бар. Францияда көбірек. Соның үшеуінде де арнайы мемлекет иелігіндегі кәсіпорындар
туралы заңдар бар екен. Сол заңдардың негізінде былай қылады. Үкімет директорлар кеңесінде өз атынан дауыс беретіндерге директива береді және тұрақты түрде олардың есебін тыңдап отырады. Енді өзіңіз қызметтерде болмады емес, талайында болдыңыз ғой, мемлекеттік қызметте реформалар жасаған адамсыз, басқарып тұрғанда. Алдыңғы құрылтайда айтып жатырмыз, енді қазіргімен салыстырып, одан кейінгі шыққан нәтижелердің төңірегі ғой әңгімеміз. Осы мемлекеттік қызметтегі қатынастарды реттеуді де ұсынғансыз, оқып қарап отырмыз. Мысалы, аудан, қала деңгейіндегі билікті нығайтуды айттыңыз. Сонда сұрайын деп отырғаным, қазіргі орталықтандырылған басқару жүйесі өзінің қай жағынан тиімсіздіктерін көрсетіп жатыр? Жалпы орталықтандыру деген бізде тиімді жүйе ма қазіргі заманда? Менің есімде осы мынау мектептерді аудандық білім бөлімін аудан әкіміне басқартпай облысқа беру туралы талқылағанда, сонда соны қорғаған біреулер айтты. Ол жемқорлықты азайтады деп. Ол Асхат Аймағамбетовтің шешімі де. Керісінше, қазір жемқорлыққа күрес агенттігінің мәліметіне қарасаңыз, 23 жылдан бастап мектеп деңгейіндегі ұрлық қарлық көбейген ба? Тым көбейіп кетті. Бұнда не мәселе бар? Мен кезінде мына денсаулық бөлімінде бірінші алып кетті ғой, 10 шақты жыл бұрын. Аудан әкімінен, басшылығынан денсаулық бөлімдерін облысқа алып кеткенде, марқұм Төрегелді Шарманов ағамыз айтып еді, анау орталықтандырған кеңес жүйесінде де олай болған жоқ деп. 12 жыл министр болған адам ғой денсаулық. Орталықтандырған деген кеңес жүйесінің өзінде ол аудандық атқару комитетіне қарайтын. Онда аудан не, егер денсаулық пен білімді қарамаса неге қарайды деп. Міне қараңыз, қазір денсаулық пен білім барлық адамға қатысы бар. Ең жақын деңгей халыққа сол аудан қала деңгейі. Аудан қала әкімінің ғана емес, маслихатының да, бүкіл активінің да денсаулық пен білімге келгенде не құзыреті жоқ, не өкілеттілігі жоқ, не қаржы ресурсы жоқ. Анау шалғай ауылда бір қазір батарея жарылып, төбеден су ақса, соны жөндеуге аудан қала әкімдерінің құзыреті жоқ, шешім шығарылмайды. Олар облысқа жүгіну керек. Оның қандай жолы бар? Оның жолы дамыған елдер көрсеткендей. Мысалы, методикалық әдістемелік басқару, сапаны тексеру, құрал жабдықпен қамтамасыз етуді облыстық басқарма алсын өзіне. Ал оның жылу сумен қамтамасыз ету, оның тазалығы, ғимаратын жөндеуден өткізу, ғимаратын салу, оның көлікпен қамтамасыз ету, басқа барлық коммуналдық барлық мәселесін аудан қалалық деңгейге беру керек. Бұнда парадокс. Мысалы, аудан қала, мысалы жылу құбырларын алсаң, мектептің шарбағына дейін, емхананың шарбағына дейін сол аудан қала жауапты. Ал ана шарбақтан кіргеннен соң бірденнен облыс жауапты болады. Ол не деген сөз? Міне бұл қазір қараңыз, мысалы Түркістан облысында мен ойымша бір 1000-ға жуық мектеп бар шығар. Ол облыстық білім басқармасы тіпті аралап та үлгермейді оны қарап. Ал аудандарға қараған кезде, аудандарға келгенде, аудандар қалай болса да, егер бір сигнал түсіп жатса, бір сол бухгалтерия тарапынан бір күмәнді істер бар деп, осы тәрбие жұмысын жүргізіп тұрады. Міне, соңғы 2 жылда мектеп деңгейінде ұрлық қарлықтың көбейіп кетті деген ақпарат содан туындаса керек. Сондықтан жаңағыдай екіге бөлу керек. Ол облыста жаңағы құрал жабдықпен қамтамасыз ету, методикалық басшылық және сапаны қадағалау. Ол облыстық деңгейден жүре берсін, ал басқа ағымдық сұрақтарды ауданға беру. Ол аудан әкімі конституция бойынша президенттің өкілі. Біз аудан әкімі мен маслихатқа неге сенбейміз? Олар ең жақын, бүкіл халыққа қатысы бар екі қызметтің түрі. Ал содан соң барып хат жоғары қарай ағылады. Халық білмейді кім не нәрсеге жауап береді деп. Бәрібір орталықтан біреу барса, басшылар аудан әкімінен сұрайды соны.
Аудан әкімін сайлаймыз ғой енді. Сайлағаннан кейін ғана сенім ұялай бастайтын шығар. Халық өзі сайлайтын болса. Сол сайлауғанға дейін осы өзгерістерді енгізіп, оның өкілеттілігі болу керек. Өйткені сайлап алып, ол мәселелер шешілмей жатса, халықтың бәрі бірдей түсіне бермейді, оның қолында қаржы жоқ екен. Бәрі сұрайды. Жоғарыдан тоқпақтап сұрайды. Біз сен сайладық қой. Сені жоқ, тағайындағанда мына жерде неге аурухана неге дұрыс емес, адамдар неге кезекте тұрады, неге мектепке қол жетімді емес деп. Ал ол сұрақтың бәрін облысқа беріп қойған, ауданнан алып кеткен болса, ол қалай оған жауап береді? Міне сондықтан да бұл тұста дұрыс бөліну керек. Жалпы облыс пен аудан арасында олардың түпкі миссиясы, мақсаты жөнінде бір концептуалды құжаттарда жазылу керек. Сіз қазір сауалнама жүргізіп көріңіз, облыс пен ауданның айырмашылығы не деп. Мемлекеттік қызметшілердің 90%-нан астам оған жауап бере алмайды деп ойлаймын. Көлемінен басқа не айырмашылық бар деп. Сондықтан бізде парадокс, унитарлық мемлекет 16 облыстың әрқайсысында орталықтандыру деңгейі әртүрлі. Біреу мысалы айтады 50 миллион теңгеге дейінгі жаңағы 5 миллиард теңгеге дейінгі болса сатып алуды өзің жүргіз дейді, біреу 500 миллион дейді, біреу 50 миллион дейді. Сөйтіп бір оқиға болған. Мысал ретінде орталықтан бір облыстық бағыныштағы қалаға арнайы ақша бөлінеді. Сол қалада бір құбыр жүргізу үшін. Сонан соң ол облысқа келіп түседі, заңға кіргеннен кейін, бюджет заңына. Одан облыс айтады, мені жібердім, енді өздерің мердігер таңдап жұмысты бастай берді. Сол кезде облыс әкімі ауысып кетеді. Келесі облыс әкімі айтады, жоқ, бұл конкурсты мен өзім өткіземін дейді. Сөйтіп жүргенде желтоқсан болады, желтоқсан болып ақша игерілмей қалады. Құбыр жоқ. Бір дұрыс жері, қазір кеше мен сол Асхат Аймағамбеттің жазбасынан оқыдым. Жаңа бюджет кодексі қабылданғанның ішінде сол бюджеттің игерілмей қалған жалақысын келесі жылға ауыстыру мүмкіндігі қарастырылған екен. Әйтпесе өздеріңізді байқасаңыздар, желтоқсанда кәдімгідей апыл-ғұпыл игеру науқаны басталады ғой, түрлі бағыттағы. Міне сондықтан жалпы бюджет жүйесі де, жаңа салық жүйесі секілді, бюджет жүйесі ол да дамып, жаңа бюджет кодексі қабылданды, енді жаңа салық кодексі қабылданса, бұл салада бір жүйелі жұмыс болу. Сіздің айтуыңыз бойынша сол Асхат Аймағамбетов орталықтандыруға реформа жасағандардың бірі қате шешім деп отырсыз. Бәрімізді сендіріп жүріп, аудандағы білім басқармаларындағы барлық құзыретті облысқа ауыстырып жіберген сол кезде. Ең дұрысы осы болады деп. Ол министр кезінде өте көп жақсы жаңалықтар енгізді, және мен қараймын, қазір депутат ретінде де көптеген жақсы бастамаларды көтеріп жүр. Енді бірақ көп бастаманың ішінде ол алдын ала болжап білмеген шығар салдарын. Сондықтан бұл халықаралық тәжірибеде көрсетіп отыр, және бұл жаңағы біздің басқару жүйесінің халық нақты білу керек, кім не нәрсеге жауап беретін, және халыққа жақын деңгейде көбірек өкілеттілік болу керек. Істемеген адам қателеспейді ғой. Енді Асхат Аймағамбетов жақсы тақырыпты қазір көтеріп жүр, ол міндетті медициналық сақтандыруға байланысты үлкен сын айтып жатыр, қайта-қайта жаңа заң жобасы керектігін, мынау денсаулық сақтау министрлігі оған түгел келісе бермейді. Сіз де өзіңіздің ұсыныстарыңызды беріп жүр екенсіз, бірақ білмеймін неге екенін ұлттық құрылтайда бұл қозғалған жоқ. Дегенмен маңызды тақырыптардың бірі қазір осы әлеуметтік қорғау жүйесін, медициналық сақтандыруды халықтың сеніміне кіретіндей етіп жаңа шешімдер қабылдау керектігі. Бұл өте күрделі жүйелер, әлеуметтік қорғау және медициналық денсаулық сақтау саласы. Бірақ белгілі бір ортақ қағидалар бар. Мысалы, бюджеттен көрсетілетін көмек баршаға бірдей болу керек. Екінші деңгей. Сақтандыру арқылы көрсетілетін көмек кім соған үлес қосты, соған болу керек. Яғни, әлеуметтік қорғау жүйесі мен медициналық сақтандыру жүйесі тек қана сол бір қосымша қаржы көзі емес, ол жұмыс жасындағы адамдарға
дұрыс бағыт беру, дұрыс сигнал беру. Ол не деген сөз? Бізде өзіңіз білесіз, жаңа кәсіпкерлердің түрі бар. Біреулері жалақыны жария төлейді, ашық төлейді. Сол жалақыдан тиісті салық, тиісті әлеуметтік төлемдер бюджетке, әлеуметтік қорларға өткізіп жатады. Екіншілер айтады, мен саған ең төменгі жалақы көлемінде жария төлеймін, қалғанын міне қолма-қол ақшамен аласың дейді. Енді қарасаңыз, әлеуметтік сақтандыру жүйесі және медициналық сақтандыру жүйесі осы жерде жария айлық алып отырған адамға артықшылық беру керек. Сол арқылы оларды басқа адамдарға да айту керек. Егер сіз жалақыңызды қолма-қол жасырын емес, ашық алсаңыз, сізге қосымша салықтың бәрін төлесеңіз, қосымша қызмет көрсетіледі деп. Сонымен қатар, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры, ол мынау мемлекет, емделуші адам және емдеу мекемесінің осы үш бұрышта ол емделуші адамды қорғайтын. Соған сапалы қызмет көрсетілуін талап ететін ұйым болу керек. Қазір ол денсаулық сақтау министрлігімен бірге болып тұрғанда мүдделер қайшылығы туындайды. Себебі денсаулық сақтау министрлігі өзі тікелей жүйені басқарады. Мекемелерге оған қарайды. Қайда жұмсаймыз? Ал мынау одан бөлек тұрып, бұл талап ету керек. Мысалы, әрбір бөлінген қосымша қаржыға сіз сапалы қызмет көрсетіп жатырсыз ба деп, сапа қадағалау функциясы да қоса атқарылу керек. Осы тұрғыдан міне, егер қазір депутаттар заң қабылдап жатса, осы аражікті ашу керек. Ал әлеуметтік сақтандыру жүйесі де кезінде осы қағидаттар осы 8-ші жылы, 19-ші жылы, 18-ші жылы бұзылды. Онда қалай бұзылды? Әлеуметтік сақтандыру ол да тура жаңағыдай. Бюджетте барлығы түрлі көмектің түрін алады, ал әлеуметтік сақтандыру арқылы өзі жария жұмыс жасап, жалақысынан не жұмыс беруші ол үшін төлем төлегендер. Асыраушысынан айырылғанда, жұмысынан айырылғанда, не уақытша жұмыссыз болып қалғанда, содан төлем ақы алып отырады сол уақытта. Соған арнап кезінде 3% деп, сосын бірте-бірте өсетін қылып, кіріс пен шығыс тепе-теңдікте болу керек қой. Ақша жеткілікті болу керек. Бірақ популизм деген бар кейде. Ол әлемде бар, ол тек Қазақстанда емес. Сөйтіп бір кезде білмеймін 2008 жылы не болған алады да, оған қосымша балалы болған аналарға төлем, бала күтуге төлем деп енгізеді. Енгізген дұрыс, оны сақтау керек, қорғау керек. Бірақ онда соған пара-пар кірісті да қамтамасыз ету керек. Кіріс көзі жоқ болса, ол популизм болады. Ертең оның түгесіліп қалады қаржысы. Масылдық болады. Тура содан 18-ші жылы тағы да бір өзгеріс енгізеді да, кіріс жағын санамай, тепе-теңдік қамтамасыз етпей, әлеуметтік сақтандыру қорын қатерге ұрындырады. Ертең ол қатер, ол қордың қатер емес, ол миллиондаған адамға қатер. Ол алып жүрген ертең төлем ақысынан айырылып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл әлеуметтік қорғау және денсаулық жүйесінде қағидалы анықталу керек. Мынау бюджеттен төлемдердің мақсаты не, ол кімге беріледі, ал мынау жүйе кім үшін сақтандыру жүйесі. Ол жаңағы атаулы көмек, ол бөлек. Атаулы көмектің де оның әсері әртүрлі. Мысалы, кейде айтып жатады, Қазақстанда ажырасатындардың саны үлесі көбейіп кетіпті деп. Ал сіз қарап көріңіз, сол өтірік ажырасқандардың көбеюінде атаулы әлеуметтік көмектің қандай ықпалы болды? Сондықтан да ол да дұрыс қойылу керек. Ажырасу деген сияқты. Өйткені жаңа атаулы әлеуметтік көмек алу үшін. Бұл сол себептен де бір нәрсені түсіну керек. Әлеуметтік қорғау жүйесі, медициналық сақтандыру жүйесі, жалпы денсаулық сақтау жүйесі, ол тек қана
бүгінгі мәселені шешіп қана қоймайды, сондықтан адамдарға белгілі бір бағытқа ынта туындатады. Иә, сөйтіп екі жақтағы балансты ұстамай соңында бюджетте дефицит көп болып жатыр дейміз. Яғни тиімсіз таратылғандар да көп болған ғой бізде, ақшаны таратып, бірақ бюджетке қайтымы жоқ деп жатырсыз ғой сіз. Енді оны талдап қарау өзі құзыретті органдар бар ғой, бірақ жалпы қағидалы түрде анықтау керек. Бұл қағида 2001 жылы маусым айында Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев премьер-министр болып тұрғанда бекітілген, мысалы, әлеуметтік қорғау жүйесі туралы тұжырымдама. Оған үлкен тартыспен еңбек министрлігіне, қаржы министрлігі мен ұлттық банк қарсы шығып, сонда премьер-министр еңбек министрлігін қолдап, ол ТМД елдерінің арасындағы елдің алдыңғы қатарлы жүйе болып, солай жұмыс жасап келе жатқан, бірақ содан кейін 2-3 рет жаңағы соның қағидасын бұзғаннан кейін оның тұрақтылығына қатер төнеді. Соны ашық талдап, дұрыс жүйеге бағыттау керек. Себебі қазір жалпы болашаққа бағытталған істер көп болып жатыр. Жаңағы адам ресурстарын дамытуға бағытталған, келешек бағдарламалары, анау жаңа туған балалардың есеп шоттарына жаңа ақша түсіру, сол секілді біз жалпы соңғы жылдары болашаққа бағытталған, ұзақ мерзімді басымдықтарға бағытталған істердің молайғанын көп көріп тұрмыз. Бұл көңілге сенім ұялатады. Әңгімеміз ұлттық құрылтайдан басталған, оның функциясы, атқарып жатқан қызметі және соның нәтижесінде қабылдануы тиіс, қабылданған шешімдерді айттық. Көш жүре түзеледі деген біздің де ойымыз бар. Сізге келіп пікір бөліскеніңізге көп рахмет. Аман болыңыз. Көп рахмет. Ораза қабыл болсын. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы, каналға жазылыңыз, бізбен бірге болыңыз, осы сұхбатқа өзіңіздің ойыңызды міндетті түрде жазыңыз. Амандықта жүздесейік.